Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ұсақтау және төлем жасау. Балалар, бүгін біз осы сабақты пысықтайтын боламыз. Бүгінгі сабақта монеталар мен есептеулер орындайсыңдар. Аспан ашық болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Математика пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Балалар, біз математиканы күнделікті өмірде қолданамыз. Экрандағы суретке мұқият назар аударыңдар. Әлия мен Сырымның әмияндарында бірнеше монетадан бар. Әлия қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін? Ал Сырым не сатып алуы мүмкін? Алдымен Әлияның әмиянына назар аударамыз. Әлияның әмиянында неше теңге бар деп ойлайсыңдар? Әлияның әмиянында 100 теңге бар. Ал Сырымның әмиянында ше? Сырымның әмиянында 60 теңге бар. Олай болса, біз сөредегі заттардың бағасына қарап, Әлия мен Сырым қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін екенін қарастырып көрейік. Алдымен Әлияға қараймыз. Әлияда 100 теңге бар. Әлия 50 теңгелік қияр және 50 теңгелік қырыққабат сатып алуы мүмкін. Яғни екеуі 100 теңге болады. Немесе 30 теңгеге өрік, 30 теңгеге асқабақ, 40 теңгеге лимон сатып алуы мүмкін. Ал енді Сырымның 60 теңгесі бар. Сырым 40 теңгеге лимон, 20 теңгеге алмұрт сатып алуы мүмкін. Немесе 30 теңгеге асқабақ, 30 теңгеге өрік сатып алуы мүмкін. Қандай нұсқалары бар? Ойланып, ұстаздарыңа кері байланыс жасауды ұмытпаңдар. Мысал 2. Бұл тапсырманы жұппен орындаймыз. Суреттен 2 тауарды таңдап, олардың бағасын айтыңдар. Және солар арқылы есеп құрастырыңдар. Мысалы, бірінші сызбаға назар аударамыз. Және суреттегі өнімдердің бағасына назар аударамыз. Бірінші сызбада, мысалы, өрік 30 теңге деп аламыз. Ал қырыққабат белгісіз 20 теңге артық деп аламыз. Ал енді есептің шешуін табу үшін 30 теңгеге 20 теңгені қосамыз, 50 теңге. Жауабы қырыққабат 50 теңге. Яғни сендер сөредегі тауарға қарасаңдар, өрік 30 теңге деп тұр, ал қырыққабат 50 теңге деп тұр. Демек, қырыққабат өріктен 20 теңгеге артық болып тұр. Міне біз осылайша суреттерді пайдалана отырып есеп құрастырдық. Ал енді екінші сызбаға назар аударамыз. Екінші сызба бойынша есеп құрастырып көрейік. Мысалы, лимон 40 теңге, алмұрт белгісіз 20 теңге кем. Яғни ол лимоннан 20 теңгеге кем болып тұр. Оның шешуін табу үшін 40 теңгеден 20 теңгені азайтамыз. 20 теңге. Жауабы алмұрт 20 теңге кем. Яғни лимонға қарағанда алмұрттың бағасы 20 теңгеге кем екен. Балалар, үшінші сызба бойынша өз беттеріңше есеп құрастырып көріңдер. Балалар, енді зерттеушілікпен айналысып көрейік. Сен зерттеушісің. Суретке қара. Қай арбадағы тауар ауыр? Барлық тауардың массасын есепте. Яғни, суретке мұқият назар аударсақ, әр тауардың өзінің салмағы жазылған. Олай болса, есептің А нұсқасына назар аударамыз. Мұнда сарымсақ, сонымен қатар картоп және асқабақ салынған екен. Ал енді олардың салмағына назар аударатын болсақ, төменгі жағында олар қапшықта тұр. Сондықтан да қапшықтағы салмағын жазуымыз қажет. Мысалы, А нұсқасында 2 килограмм сарымсақ, 4 килограмм картоп және 4 килограмм асқабақ болып тұр. Барлығы 10 килограмм болып тұр. Демек, есептің А нұсқасында арбада 10 килограммдық зат тұр. Енді Ә нұсқасына қараймыз.
Ә нұсқасында қияр 1 килограмм, қауын 3 килограмм. Яғни арбадағы қияр мен қауынның салмағы 4 килограмм болып тұр. Ал енді Б нұсқасына қараймыз. Б нұсқасындағы арбадағы затқа қараймыз. Мұнда сарымсақ қапшықта, картоп қапшықта тұр, сонымен қатар пияз тұр қапшықта. Олай болса, солардың салмағын қосамыз. 2 килограмм сарымсаққа 4 килограмм картопты және 3 килограмм пиязды қосамыз. Барлығы 9 килограмм болып тұр. Ал енді қараңдар, қай арбадағы тауар ауыр болып тұр? Яғни А нұсқасындағы бірінші арбадағы тауар ауыр, ол 10 килограмм. Ал ең жеңілі 4 килограмм, ол Ә нұсқасындағы арба. Енді барлығын салмағын қосамыз. 10 килограммға 4 килограмм және 9 килограммды қосқанда барлық 3 арбадағы тауардың массасы 23 килограммға тең. Балалар, қосымша тапсырма орындаймыз. Есептерді шығара отырып гүлдерге су құямыз. Мысалы, бірінші су құйғышқа қараймыз. 40 пен 40-тың қосындысы 80. Екінші су құйғышқа қараймыз. 70 пен 70-тің айырмасы 0. Әрі қарай балалар өздерің есептеп, әр гүлдерге суды дұрыс құйыңдар. Мысалы, 90 мен 30-дың айырмасы 60-ға тең. Есеп қызықты ма, балалар? Олай болса, әрі қарай өзің жалғастыр. Балалар, бүгінгі сабағымызды керуен әдісі бойынша кері байланыс жүргіземіз. Жасыл түсті, яғни бірінші керуен, қоржыны жасыл ою бар бірінші керуен, ол барлығын түсіндім. Ал екінші керуен сары түсті, енді түсініп келемін. Үшінші керуен қызыл түсті, түсінбедім. Балалар, сендер қай керуенде келе жатырсыңдар? Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.